Геосаясат аксиомасы былай дейді. Кеңес жолдарын бақылаушы әлемге үстемдік етеді. Бұл қағида ғасырлар бойы империялардың негізі болып келді. Алайда бүгін біз жаһандық өзгерістің куәсі болып отырмыз. Ғасырлар бойы мұзды шөл болып келген жерде жаңа мұхит пайда болуда. Осы тұрғыдан алғанда, Дональд Трамптың Гренландияны сатып алу туралы шулы ұсынысы енді қисынсыз болып көрінбейді. Керісінше, прагматикалық стратегиялық айла тәсіл ретінде қабылданады. Егер 21 ғасырдағы дипломатиялық этикетті ысырып тастасақ, бір нәрсе айқын болады. Бұл арал үшін күрес жылжымайтын мүлік саудасы емес, жаһандық көшбасшылық мәселесі. Неліктен мұзды қалқан кенеттен Пентагон мен Бейжіңнің назарына ілікті? Келіңіздер, эпатаждық мәлімдемелердің астарында жатқан көп қырлы геосаяси партияны талдап, Вашингтонның шынайы ниетін түсінуге тырысайық. Тарихи дәстүр ретіндегі аумақтық экспансия. ақш-тың 45-ші президентінің әлем картасына көзқарасы прагматикалық және ірі девелопердің тәсілін еске түсіреді. Тарихи тұрғыдан Америка, Құрама Штаттары өз шекараларын, аумақтарды сатып алу арқылы дәйекті түрде кеңейтіп отырды. Луизиана Франциядан, Флорида Испаниядан, ал Аляска Ресейден сатып алынды. Бұл мәміленің тиімділігі әлі күнге дейін пікірталас тудырады. Дания иеліктерін сатып алу прецеденті де бар. 1917 жылы ақш Виргин аралдарын $25 миллион алтынға сатып алған. Гренландияны сатып алу идеясы да жаңалық емес. 1946 жылы Гарри Труман Копенгагенге ресми түрде $100 миллион алтын сұнған, бірақ бас тарту жауабын алған еді. Трамп тек ескі стратегиялық амбицияны қайта жандандырды. Потенциалды мәміленің математикасы ауқымды әрі дөреклеу көрінеді. Гренландияның ауданы 2,16 миллион шаршы шақырым. Бұл аумақты қосып алу әлемдік рейтингті түбегейлі өзгертер еді. ақш бір сәтте Қытай мен Канаданы басып озып, Ресейден кейінгі әлемдегі екінші үлкен елге айналар еді. Соңғы жылдары идеологиясы Make America Great Again, Американы қайтадан ұлы ету ұранына негізделген ұлт үшін аумақтың физикалық түрде 20%-ға ұлғаюы қуатты геосаяси допинг болар еді. Бұл бүкіл әлемге америкалық экспансия дәуірі аяқталған жоқ деген белгі берер еді. Бірақ әрине, символизмнің астарында прагматика жатыр. Трампқа мұздықтар емес, олардың астында жатқан қазына қажет болды. Ресурстық тәуелсіздік. Менделеев кестесі. Қытай монополиясына қарсы. Заманауи экономика мен әскери өнеркәсіптік кешен сирек кездесетін металдарға сыни тұрғыда тәуелді. Олар смартфондар мен электромобильдерден бастап 5-ші буынды F-35 жойғыштар мен зымыранды бақылау жүйелеріне дейін барлық жерде қажет. Қазіргі таңда Қытай осы элементтерді өңдеу бойынша әлемдік нарықтың 81-90%-ін бақылайды. Бұл Бейжіңге, Вашингтонға қысым жасаудың қуатты тетігін береді. Си Цзиньпин теориялық тұрғыдан экспортты шектеу арқылы ақш-тағы жоғары технологиялық өнімдер өндірісін тоқтата алады. 2010 жылы Жапонияға қатысты осындай жағдай болған. Бұл теңдеуде Гренландия балама ресурс көзі ретінде шығады. Оның мұздарының астында сирек кездесетін элементтердің, мысалы Кванефельд кен орны және уранның бай қоры жатыр. Бұл қорларды бақылау ақш-қа мынадай мүмкіндіктер берер еді. 1. Қытайдың шикізаттық монополиясын бұзу. 2. Өздерін шикізатпен бірнеше 10 жылға қамтамасыз ету. 3. Қытай тарапынан болатын саяси бопсалау қаупін жою. Батпайтын авианосец. Әскери аспект. Әскери стратегия тұрғысынан Гренландия шешуші орын алады. Ресей мен ақш арасындағы баллистикалық зымырандардың ең қысқа ұшу траекториясы дәл осы арал арқылы өтеді. Қардай қабақ соғыс жылдарының өзінде арал Америка қорғанысының алдыңғы шебі болған. Туле базасы, қазіргі Питуфик, Вашингтонға ядролық қауіпке жауап беру үшін аса маңызды минуттарды отатын ерте ескерту радарлармен жабдықталған. Бүгінде бұл терең су порты және стратегиялық әуе айлағы бар ақш ғарыш күштерінің негізгі нысаны. Сонымен қатар Гренландия Фарер Исландия шебінің, солтүстік Атлантиканың бөтелке мойнының бір бөлігі болып табылады. Бұл Ресейдің солтүстік флотының атом сүңгуір қайықтарымен ашық мұхитқа шығатын жалғыз жолы. Аралды бақылау ақш жағалауына төнетін ықтимал қауіпті тосқауылдау үшін өте маңызды. Гренландияның қарсыластарын ықпал ету аймағына өтуі НАТО қауіпсіздік жүйесі үшін апат болар еді. Жаңа мұхит логистикасы үшін шайқас. Климаттық өзгерістер жаңа экономикалық көкжиектерді ашуда. Арктика мұздарының еруі солтүстік теңіз жолы мен солтүстік батыс өткелін кеме жүретіндей етеді. Азиядан Европаға Арктика арқылы жүк тасымалдау Суэц каналы арқылы өтетін маршрутқа қарағанда едәуір қысқа әрі арзан. Сонымен қатар қарақшылық қаупі жоқ. Гренландия осы жаңа көлік дәлізінің табиғи қақпасы, логистикалық хабтар мен порттар үшін тамаша орын. Өзін Арктика маңындағы мемлекет деп жариялаған Қытай бәсекелестерден бұрын аймаққа орнуға тырысып, мұзды жібек жолы жобасын белсенді түрде алға жылжытуда. Қытай гамбиті және Американың реакциясы. Вашингтонның аламдаушылығы негізсіз емес еді.
Бейжің қарыз дипломатиясы тактикасын қолдана отырып, жүйелі түрде әрекет етті. Бірнеше жыл бұрын қытайлық мемлекеттік компаниялар Гренландиядағы 3 халықаралық әуежайдың құрылысына инвестиция салуды ұсынды. Бұл жоба іске асқан жағдайда несие төленбесе, инфрақұрылым Қытайрек бақылауына өтіп кетуі мүмкін еді. Бұл НАТО жауапкершілігіндегі аймақта Қытайдың қос мақсаттағы базаларының пайда болуын білдірер еді. ақш шұғыл түрде араласуға мәжбүр болды. Данияны жобаларды өз бетінше қаржыландыруға көндірді және қытайлық компанияның Гренедаль атты қараусыз қалған әскери теңіз базасын сатып алу әрекетіне тосқауыл қойды. Трамптың аралды сатып алу ұсынысы қытайлық жылыстап ену экспансиясы мәселесін түбегейлі көтерме түрде шешуге бағытталған радикалды қадам болды. Қазіргі статус-кво. Сатып алудан жұмсақ күшке дейін Копенгагеннен үзілді-кесілді бас тарту жауабын алған соң, ақш тактикасын өзгертті және тікелей ұсыныстардан жұмсақ күш құралдарына көшті. Дипломатиялық қатысу. 2020 жылы Нуукта ақш консулдығы қайта ашылды. Қаржылық қолдау. Азаматтық секторды дамытуға 12 кемел $1 миллион бөлінді. Бұл жергілікті халықтың лоялдылығын қалыптастыруға көмектеседі. Инвестициялар. Әскери инфрақұрылымды жаңғырту жалғасуда. Гренландияны сатып алу оқиғасы бізге маңызды сабақ береді. Үлкен геосаясат әлемінде кездейсоқ әзілдер болмайды. Әрбір, тіпті ең эпатажды мәлімдеменің артында қазба байлықтарының карталары, баллистикалық зымырандардың траекториялары және контейнер тасымалдаушылардың маршруттары тұрады. Америкаға Гренландия ауадай қажет. Ресейді Арктикада тежеу және оның солтүстік теңіз жолының жеке дара қожайыны болуына жол бермеу үшін. Болашақ технологияларына қажетті ресурстарды Қытайдың басып алуына тосқауыл қою үшін. Әлемдік сауданың басты күре тамырларының біріне айналатын жаңа мұхит қақпасын бақылау үшін. Біз ұлы державалардың әлі тірі, бірақ әлсіреген ақ аюдың керісін қалай бөлісіп жатқанын бақылап отырмыз. Арктика еріп жатыр мырзалар. Мұз кеткен сайын тек жер ғана емес, империялардың амбициялары да ашылуда. Ал бұл суық суда акулалар қанның иісін сезіп қойды. Солтүстік үшін шайқас енді ғана басталып келеді және Гренландия оның басты жүлдесі. Міндетті түрде арнаға жазылыңыз, қоңыраушаны басыңыз және пікірлерде жазыңыз. Арктикада кімнің стратегиясы ұтымдырақ көрінеді? ақш, Қытай, әлде Ресей? Біз осы мұзды партиядағы әрбір жүрісті бақылайтын боламыз. Келесі талдауды жіберіп алмаңыз. Кездескенше.